Туған күніңіз қашан? 15 октябрь. Бүгін емес па не? Бүгін емес. Ой, өкінішке рахмет. Туған күндеріңіз қашан? Сіздікі? 8 май. Бүгін кім туған күн соны іздеп жүр? Рахмет. Туған күніңіз қашан? Туған күніңіз қашан? 22 мамыр. Бүгін емес па не? 14. Ненің? Туған күніңіз қашан? Апрель. Бүгін емес па не? Рахмет. Туған күніңіз қашан? 16 март. Март 16. Бүгін емес. Бүгін болғанда торт беретін едік. 12 март. Бүгін болғанда мынандай торт беретін едік сізге. Рахмет. Туған күніңіз қашан? 7 март. Бүгін емес е. Саламатсыздар. Туған күндеріңіз қашан? 2 август. 2 август. Бүгін менің туған күнім. Бүгін ба? Иә. Удостоверение көрсетесіз. Тойлауға шығып барады. А, серьезно? Иә, достар, бүгін екен. Есіміңіз қалай? Данайым. Лалу кейкті білесіз? Инстаграмнан көрдім. Алматыдансыздар ма? Алматы. Лалу кейктен торт алып көрдіңіздер ма? Жоқ. Мына тортты қазір бүгін туған күні үшін сізге Лалу кейктің атынан сыйлаймыз. Аха. Енді міндетті түрде келесі бір праздниктарға, туған күнге барлығына Лалу кейктен торт алу керек, хорошо? Хорошо. Қайда барып тойлайын деп жатсыздар? Лалу кейкке барып та тойлауға болады ғой. Анда отыратын жерлері бар. Хорошо. Енді қараңыз, Лалу кейкке тіркелген болсаңыз, қазір 10 000 теңге беремін. Давайте тексеріп көрейік, может сіз тіркелген шығарсыз. Может быть. Мынандай торт 3500 теңгеден басталады. Кез келген дизайнда осындай тортпен 15 минутта дайындап береді. Өкінішке орай Данайым тіркелмеген, бірақ тіркеліп қойыңыз, келесі жолы бізді көрсеңіз сізге 10 000 теңге береміз. Рахмет көп. Туған күнімде бір күшті сыйлық бердіңіздер. Мен мүлдем күтпеген осылай болатын. Сондықтан енді біз Лалу кейкті білетін боламыз. Торт алсаңыздар тек Лалу кейктен алу керек. Бүгін сенің туған күнің